біз вафли пісіреміз. Міне қант пен сармайды қазір миксермен жақсылап араластырамыз. Бұның үстіне 5 түйір жұмыртқа қосамыз. Біреу. Енді осының барлығын жақсылап миксермен жақсылап араластырамыз. Сосын кейін жаймендеп үстіне себелеп ұн саламыз. Ал енді міне барлығын жақсылап араластырдық. Енді себелеп ұн салып отырып, тағы да миксерден өткіземіз. Қатты қою болып қалмау керек. Міне көрермендер, осындай жаңа қоймалжымаса да шығу керек. Енді осыны вафлимізге салып жақсылап пісіріп аламыз. Салып жақсылап пісіреміз. Міне аз-аздан осылайынан алып. Мінекей достар, қып-қызыл болып пісті. Енді бірден ыдысқа саламыз. Ыдысқа саламыз да сумай тұрып бірінші әдемілеп осылайынан орап қоямыз. Мінекей достар, вафли пісті. Міне өте қытырлақ, ыстық және дәмді ас болсын.